Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Қатерлі аурулардың алдын алуға табиғаттың өзі көмектесетінін білесіз бе? Бүгін сіздерге ғылыммен дәлелденген 7 табиғи өнімді ұсынамын. Бұлар күнделікті ас мәзіріңізде болса, денсаулығыңызды ұзақ жылдар бойы сақтауға көмектеседі. Бірінші, сарымсақ. Бұл табиғи антибиотик ағзадағы зиянды клеткалармен күреседі. Асқазан, өкпе, ішек обырының алдын алады. Күнде ашқарынға 1-2 түйір сарымсақ жеткілікті. Екінші, куркума мен қара бұрыш. Куркумин заты қатерлі ісікке қарсы қуатты қорғаныс. Ал қара бұрыш оны ағзада жақсы сіңіруге көмектеседі. Бір шымшым куркума мен бұрышты жылы сүтке араластырып ішіңіз. Үшінші, көк шай. Катехин атты зат рак клеткаларының өсуін тежейді. Күніне 2 кесе көк шай денсаулыққа мол пайда. Төртінші, зімбір. Қабынуға қарсы әсері бар, асқазанды тыныштандырады. Зімбір шайын лимон мен бал қосып ішіңіз, әрі пайдалы, әрі дәмді. Бесінші, омега-3 май қышқылдары. Балық, зығыр майы жасушаларды қорғайды, рак қаупін азайтады. Ағзаңызды қуаттандырады, ми мен жүрекке де пайдалы. Алтыншы, жидектер. Қарақат, көкжидек, таңқурай табиғи антиоксидант көзі. Рак клеткаларының өсуін тоқтатуға көмектеседі. Бұлар жай ғана тағам емес, өміріңізді ұзарта алатын табиғи қорғаныш. Ең бастысы, әр тағамды шүкірлікпен қабылдап, орнымен қолдану. Денсаулығыңыз өз қолыңызда. Егер бұл кеңестер пайдалы болса, видеоны лайктап, арнаға жазылыңыз. Келесі шығарылымда иммунитетті табиғи жолмен қалай күшейтуге болатынын айтамыз.